Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сандық сипаттаманы талқылайтын боламыз. 5 есебін. Сандық сипаттаманың ең бірінші жауаптарын еске түсірейік. Бізде А қатарындағы сан үлкен болатын болса, А жауабын таңдаймыз. Б қатарында үлкен болатын болса, Б жауабы. Егер де А қатарында және Б қатарында жауаптары тең болса, С жауабын таңдаймыз. Ал басқа жағдайларда Д жауабын таңдайтын боламыз. Сандық сипаттамада бізде барлық есепті толығымен шығарудың қажеті жоқ. Мысалға, осы есепті алатын болсақ, бізде бастапқы бөліктерін ғана қоссақ жеткілікті. Бізде 0,7 қосу 0, 0, 0,0 қосу 0,4. Сонда бізде шығады 0,7, ал мұнда 0,4. Бізде А қатарында үлкен. Сондықтан біз А жауабын таңдаймыз. Келесі, бізде А қатары n. n 8-ден кіші сандар, ол бізде болады. 7, 6, 5, 4. Енді қазір 7-ні қарастыратын болсақ, 6-мен, онда бізде А қатары үлкен болады. Бірақ 6-мен қарастыратын болсақ, екеуінің жауабы тең. Қарама-қайшылық болғандықтан біз Д жауабын таңдаймыз. Келесі есепте А қатарында 29-дан кіші ең үлкен тақ сан. Ол бізде болады 27. Ал Б қатарында 27-ден үлкен ең кіші тақ сан. Ол 29 болады. Сонда бізде Б қатары үлкен, Б жауабын таңдаймыз. Келесі есебіміз А қатарында қандай санды 6-ға көбейтсек 6 шығады. Ол бізде 1. Б қатарында да дәл соған ұқсас, бірақ қандай санды 5-ке көбейтсек 5 шығады деген жауап. Сонда бізде А қатарында 1, Б қатарында 1, екеуінің жауаптары тең болғандықтан С жауабын таңдаймыз. Теңдеуді шешуді қарастыруымыз керек бұл есепте. 3х А қатарында тең болады 15-ке, х тең болады 5. Б қатарында 2y-іміз тең болады 10-ға, y-іміз тең 5-ке. Екеуінің жауаптары тең болғандықтан С жауабын белгілейміз.